1996 жылы хип-хоп аңызы Тупак Шакур қаза тапқаннан кейін арада 30 жыл өткенде атышулы сот процесі ақыры басталды. Залда алғашқы сөздер айтылып, куәгерлерден жауап алына бастады. Бұрынғы гангстер Дуэйн Кеффи Дэвиске осы істі ұйымдастырды деген айып тағылды. Ол шабуыл астында қалған жиенінің кегін алу үшін рэперге қастандық жасаған. Айыптау актісі Дэвистің бұған дейін берген сұхбаттарына, полиция деректеріне және 2019 жылы жарық көрген өз мемуарына негізделген. Duane Davis did not pull the trigger. But what he did do was plan the retaliation for the beating of his nephew. Duane Davis made sure that the shooters were armed and ready to execute their revenge. And remarkably, you will learn that from Duane Davis himself. Ал Дэвистің қорғаушылары 2023 жылға дейін ешқандай айғақ болмағандықтан, іс бойынша ешкімге айып тағылмағанын алға тартты. Олар айыптаушы тараптың бұл сөздерін ойдан шығарылған аңыз деп атады. And at the end of all the time we spend together, what you're going to find is that the state cannot prove to you beyond reasonable doubt the claim that Keefe had anything to do with a first-degree murder with use of deadly weapons. There's no facts to that matter. Адвокат бұл жолы қорғаудың өзгеше тәсілін таңдады. Ол Дэвистің осыған дейін Тупак туралы айтқан сөздерінің бәрін ойдан шығарылған өтірік деп сендіруде. You're essentially telling the jury that your client is a liar. Yep, I am. Yes, that's true. Тупак Шакур 1996 жылы 7 қыркүйекте Лас-Вегастағы қонақ үйдің жанында атылды. Ауыр жарақат алған рэпер бір аптадан соң ауруханада көз жұмды. Дэвис ақ түсті Кадиллак көлігінде болып, осы шабуылды ұйымдастырды деп айыпталған 4 адамның ішіндегі көзі тірі жалғыз күдікті.